дастархандарыңыздың сәні болатын өте дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін бізге цветная капуста, болгар бұрышы, корнишоны, қызанақтар, пияз және де петрушка керек болады. Соусына біз чим-чим соусын және де соя соусын қолданамыз. Алдымен цветная капустаны осылай видеодағыдай гүлдерге бөліп аласыздар. Гүлдің көлемі кіші емес, үлкен емес, орташа болу керек. Сонда өте әдемі болады. Дайын болған цветная капустамызды ыдысқа салып, қайнап тұрған ыстық суды үстіне құямыз да 10 минутқа қойып қоямыз. Цветная капустамыз дайын болғанша болгар бұрышын 3 бұрышты тәріздес етіп, орташа көлемде кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай. Бұрышымызды кесіп болдық. Енді пиязымызды 4 бөлікке бөліп, әрбір парақтарға бөліп қоямыз. Қызанағымызды алып, оны да тең бөлікке бөлген соң, осылай 3 бұрышты қылып, дәл видеодағыдай кесіп алыңыздар. Черри қызанағында пайдалануға болады. Ендігі кезекте корнишондарымызды тең бөлікке қиғашынан тураймыз. Қатты қызған шемішке майына пиязымызды сары түске енгенше дейін қуырып аламыз. Отты азайтып, үстіне болгар бұрышын салып, екеуін бірге 2-3 минуттай болгар бұрышымыз жұмсар кетпейтіндей қуырып аламыз. Цветная капустамызға корнишоны, қызанақтарды және қуырылған массаны саламыз. Чим-чим для морковидан 2 ас қасық, соя соусынан 1 ас қасық және қалауларыңызша тұз себуге болады. Петрушкадан жарты пучок салдым, тек жапырақтарынан. Осылай барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осы күйінде дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Егер рецепт ұнаса, арнама жазылып, лайк басып, қоңырау белшігін бассаңыз, келесі рецептерді сіз міндетті түрде көре аласыз. Ал бұл салаттың шығымы 1400 грамм шықты.